Саламатсыңдар ма балалар? Бізде қазақ тілі сабағы. Сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем. Қан балалар, сөйлем туралы еске түсіріп көрейікші. Сөйлем дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар, сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Сөйлемнің қанша түрін білеміз? Айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді сөйлемдер? Дұрыс, 3-ке бөлінеді. Хабарлы сөйлем, дұрыс, сұраулы сөйлем, дұрыс айтасыңдар. Және лепті сөйлем. Сұраулы сөйлем дегеніміз не еді, балалар? Сұраулы сөйлем бірдеңенің жайын сұрау мақсатында айтылатын сөз, жауап алу мақсатында айтылатын сөйлемді сұраулы сөйлем дейтінбіз, иә? Қане бірнеше мысал келтіре қояйықшы. Өте жақсы. Айтқан сөйлемдеріңді дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Сөйлемнің соңына сұрақ белгісін қоямыз. Бүгінгі сабақта сендердің меңгеретіндерің өлеңнің тақырыбы мен негізгі ойды анықтаймыз. Тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжаймыз. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазамыз. Мына жұмбақты балалар шешіп көрейікші. Ойды аяқтап орақ тұрады, жауап сөз қалап тұрады дейді. Тағы бір рет қайталайын. Ойды аяқтап орақ тұрады, жауап сөз қалап тұрады. Шешуі дұрыс балалар, сұрақ белгісі екен. Өлеңді дауыс ырғағымен оқимыз. Бұлттар неге ауады? Жаңбыр неге жауады? Шағыл неге көшеді? Жарық неге өшеді? Маса неге шағады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Балалар, неге өлеңнің авторы кім екен? Дұрыс айтасыңдар, Қадыр Мырзалиев аталарың. Ал енді осы өлеңдегі сұрау мағынасын беріп тұрған сөз қайсы, балалар? Сұраулы сөз қайсы? Неге? Егер неге сөзін алып тастап оқиықшы, бұлттар ауады. Қандай сөйлем болып кетті? Хабарлы сөйлем болып кетті. Жаңбыр жауады, шағыл көшеді, жарық өшеді, маса шағады, жұлдыз ағады, орман шулайды, теңіз тулайды. Яғни бұлар қандай сөйлем болды қазір? Жай ғана хабарлы сөйлем болды. Енді біз оған неге сөзін қосқанда, бұл өлең сұраулы өлеңге айналып кетті. Яғни өлеңді дауысты дауыс ырғағымен оқимыз тиісті. Өлеңдегі сұрау мақалына білдіретін сөзді тауып тағы да айтып оқып көреміз. 47-ші жаттығу. Сұраулы сөйлемдер құрап жазу. Сабақтың басталатын уақытын, сыныптағы кезекшінің есімін, Асқардың сабақтан кешігу себебін, қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын. Осы сөздерді сұраулы сөйлемдер құраймыз. Осы жағдаяттардан. Сабақтың басталатын уақытын білесің бе? Бұл жерде сұрау мағынасын беріп тұрған сөз қайсысы? Бе. Дұрыс. Сыныптағы кезекшінің есімін. Сыныптағы бүгін сыныпта кім кезекші? Сұраулы сөз қайсы? Кім? Өте тамаша. Асқар сабақтан неге кешікті екен? Бұл сөйлемдегі сұраулы сөз неге? Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын кім айтады? Болмаса қазақ тілінде неше дауысты дыбыс бар? Яғни бұл жерде неше деген сөз сұраулы мағына беріп тұр. Сұраулы сөйлем соңындағы
тыныс белгісін, қандай тыныс белгі қоямыз? Сұрақ белгісін қоямыз. Енді осы құраған сөйлемімізді қатесіз, көркем, сұлу етіп жазамыз. Әріптердің сақталуын есімізде ұстаймыз. 49-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сұрау мәнді сөйлемдер жаз дейді. Өскенде ұшқыш болғым келеді. Қандай сөйлем? Хабарлы. Енді осыны сұраулы сөйлемге айландырайықшы. Өскенде ұшқыш болғың келеді ме? Бұл жерде сұрау мағынасын беріп тұрған сөз ме, дұрыс айтасыңдар. Ұшқыш болу үшін батыл болу керек. Енді осыны сұраулы сөзге айналдырамыз. Хабарлы сөйлемді. Ұшқыш болу үшін не істеу керек? Мен сурет салуды ұнатамын. Сен нені ұнатасың? Мен сурет салуды ұнатамын. Сенің кім болғың келеді? Әбілхан Қастеев сияқты суретші болғым келеді. Балалар, сөйлемге сәйкес сұрақтар құрастыра алдық, я? Өте жақсы. Енді осы екі бағандағы сөйлемдердің бірінен бірін өзгешелігін. Бірінші сөйлем сұраулы, екінші сөйлем хабарлы. Яғни сұраулы сөйлем дегеніміз не екен? Бірдеңенің жайын сұрау, жауап алу мақсатында айтылатын сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Ал хабарлы сөйлем дегеніміз хабарлау мақсатында айтылатын сөйлем. Қане өздерін тексеріп көріңдір. Қойған сұрақтарыңа сәйкес болды ма ойларың? Өскенде кім болғың келеді? Өскенде ұшқыш болғым келеді. Ұшқыш болу үшін қандай болу керек? Ұшқыш болу үшін батыл болу керек. Сен нені ұнатасың? Мен сурет салуды ұнатамын. Кімге ұқсағың келеді? Әбілхан Қастеев сияқты суретші болғым келеді дейді. Балдар, дәптерге 50-ші жаттығуды орындаймыз. Жұмбақты көшіріп жазамыз. Мойны сұрақ белгісі. Бұл қандай көл құсы? Аққу екен. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін жазамыз. Шешуіндегі құсты сипаттасақ болады. Сабаққа кері байланыс берейік, балалар. Өлеңнің тақырыбы мен негізгі ойды анықтай аласың ба? Тірек сөздердің негізінде диалог құрастыра аласың ба? Диалог дегеніміз не еді, балалар? Екі немесе одан да көп адамдардың кезектесіп сөйлеуі. Сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді таба аласың. Жарайсыңдар, балалар. Үйде өтілген тақырыптарды қайталаймыз. Жаттығуларды жазамыз. Және ол жерде көркем сұлу жазу талабын орындаймыз. Сау